Assalamu alaikum, hürmetli брифинг қатынасушылары. Өзбекстан Республикасы президентінің мектепке шекемгі һәм мектеп білімдік шөкемлері қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік рауажландыру системасын жетілдіру бойынша қосымша уәжлер хақындағы 2024 жыл 21 июльдағы ПХ 231 сал қарар һәмде Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің мектепке шекемгі һәм мектеп білімдік қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік рауажландыру системасын жетілдіру хақындағы 867 салы қарары һәмде Өзбекстан Республикасы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдік министрлігінің 2024 жыл 5 июльдағы мектепке шекемгі һәм мектеп білімдік шөкемлері қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік рауажландыру системасы қызметін жетілдіру хақындағы 210 салы бұйрығыменен педагогикалық шеберлік орайдың ережесі тасдиқланды. Бұл ереже тикарында орайдың структуралық түзісінде бөлімдерменен бірге кафедралардың вазифасы белгілеп берілген. Педагогикалық шеберлік орайымызда 6 кафедра бар. Олар педагогикалық психология һәм тәлім технологиялары, социал-экономикалық пәндер методикасы, тілдерді оқыту методикасы, анық һәм табиғи пәндер методикасы, мектепке шекемгі, бастауыш һәм арнаулы тәлім методикалары, әмели пәндер һәм мектептен тысқары тәлім методикасы кафедралары. 2026 оқу жылы үшін кафедраларда тыңлаушылар контингентінен келіп шығып, жәмі 55 штат бірліктері болып, онда профессор-оқытушылар өз іскерлігін алып бармақта. Бұл кафедраларда бүгінгі күні іліми зерттеу жұмыстары тұрақты түрде алып барылып атыпты. Солардан орай профессор оқытушылары еркін ізденуші сипатында жұмыс алып барып атыр. Өтемірат Байрамбай, Улыма орта білім беру мектептері оқушыларында коммуникатив компетенциялық қалыптастыру стратегиялары. Ибрагимова Нилуфар, Өзбекстанда білімдендіру системасында сырт ел парадигмалар һәм инновациялық қатынаслар. Ғаниев Темірбай, тарих сабақларында оқушылардың когнитив қабілетлерін рауажландыру методикасын жетілдіру. Тілеумұратова Нұржамал, рефлексив қатынас тикарында оқушылардың аналитикалық ойлауын рауажландыру технологиялары. Тұрымбет Байрамбай, Гүлайша Есімұратова үйретушілердің өзіне тән көркемдік өзгешеліктері. Жемұратова Гүлхан, табиғи география курсын оқытуда инновациялық технологиялар қолдануда шөкемдестіру тикарлары. Машариф Айзада, қаресіздік жылдарында Қарақстан мектепте шекемгі білімдендіру системасының рауажлануы. Бердімұратова Айгүл, Қарақстан тіліндегі педагогикалық терминдер. Шыразов Әділбай, Улыма білім беру мектептері оқушыларында құқи мәдениетті қалыптастырудың педагогикалық технологияларын жетілдіру. Ықыласов Ислам, бастауыш класс оқушыларының лингвистикалық компетенцияларын қалыптастыру. Сапаров Орынбасар, Улыма білім беру мектептері оқушыларының кәсіптік компетенцияларын жасалма интеллект технологиялық тикарында рауажландыру методикасы. Юсупов Қуаныш, мектептен тысқары жұмысларда өспірім жастардың мәнәвиятын қалыптастырудың педагогикалық системасын жетілдіру темалары бойынша докторлық диссертация жұмыстарын алып барып атыр. Зерттеу жұмыстарына байланысты шет ел һәм жергілікті журналларды мақалалар, оқу қолданбалы һәм монографиялар баспадан шығарылды. Сонынан мектепке шекем һәм бастауыш тәлім методикалар кафедрасы аға оқытушы Тумарис Аймұхамедова Бердақ атындағы Қарақстан мемлекеттік университеті жанындағы қанегелестірілген кеңесте 2026 жылы 12 март күні өзінің іліми зерттеу жұмысын табысты қорғап шықты. Кафедралар тарапынан өткен 4 ай давамында сырт ел журналдарында 13 мақала, жоғары аттестация комиссиясы тізіміндегі журналдарда 8 мақала жарияланған болса, халықаралық іліми конференцияларда 9, республика көлемінде өткерген іліми конференцияларда 14 тезистер жарияланды. 2 монография, 10 методикалық қолданба, 7 методикалық ұсыныстар саяланып баспадан шықты. Қарақстан Республикасы педагогикалық шеберлік орайында профессор оқытушылары іліми зерттеу жұмыстарын еледе жетілдіріп, білім беру сапасын тұрақты түрде арттырып бармақта.